Баршаңызға сәлем. Сіздермен тура дүкендегідей болып шығатын 4-ақ ингредиенттен тұратын және өте зиянсыз әрі дәмді, жұмсақ болып шығатын пряниктерді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші ұн қажет және ұнға қант қосамыз, ванильді қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, құрғақ массамызға ыстық қайнап тұрған сүтті қосатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл біздің заварной основамыз. Осыны жақсылап араластырып болғаннан кейін 5-10 минутқа суытып қоямыз. Мінекей біздің заварной основамыз жылыды. Жылы күйінде бір жұмыртқаның сарысымен бір жұмыртқаны салатын боламыз. Және бір шымшым тұз қосатын боламыз. Содан кейін сұйық май қосасыздар, кез келген жылқы майын қоссаңыздар да болады. Және осының барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Айтпақшы достар, описание бөлімінде вупи-пай тортының тез дайындалу жолын салатын боламын. Сол рецептісін көріп алыңыздар міндетті түрде. Және өздеріңізге сақтап алыңыздар. Және осы пряниктердің толық ингредиенттерін описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Мінекей толықтай осылай араластырып алғаннан кейін қалған құрғақ ұнды 2 бөліп саламыз. Және разрыхлитель, қопсытқыш, сол барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Алдымен венчикпен, содан кейін мен сияқты қолмен араластырсаңыздар болады. Бізде қолға жабыспақ, өте жұмсақ қамыр шығу керек. Мінекей, енді осы қамырымызды бірден 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар да болады, бірақ мен сияқты бірден жая берсеңіздер де болады. Қалыңдығы 1 сантиметр болатындай етіп, өстіп оқтаумен жайып аламыз да, өзіміздің қалаған формочкамызбен өстіп кесетін боламыз. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар. Ал біздің пряниктеріміз піскенше жұмыртқаның ағына қант ұнтағын салып, жақсылап тұрып осылай миксерлеп аламыз. Бізде консистенциясы аппақ крем сияқты глазурь шығу керек. Мінекей осындай аппақ пикқа жеткенше жақсылап миксерлейсіздер 3-4 минут. Бұл жерде бізге міндетті түрде миксер қажет болады. Мінекей біздің пряниктеріміз тез-ақ дайын болды. Енді осы пряниктерімізге ыстық күйінде осы глазурьді құятын боламыз. Жақсылап тұрып ыстық күйінде араластырасыздар. Жақсылап араластырып болғаннан кейін решетканың үстіне жеке-жеке қойып суытып аламыз. Сонда біздің пряниктеріміз бір-біріне жабысып қалмайтын болады. Глазурін жасау үшін бізге бір жұмыртқаның ағы ғана қажет болады. Ол аз болып қалмайды, жеткілікті. Аз болып қалады деп қорықпаңыздар, өйткені ыстық пряникке қосылғанда ол көбейіп кетеді. Мінекей осы 500 грамм ұннан бізде 1 килограмм пряник шықты. Дүкеннен сатып алғанша өздеріңіз жасап жеңіздер, өте пайдалы және не қосқаныңызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгерім Софи.